Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бүгінгі видеоға қош келдіңдер. Қалайсыңдар? Жағдайларың жақсы ма? Лайктарын басып, подписаться етіп, қияннан шыққан қоңыраушан басып кеттіңдер. Бүгінгі мен видеомда мен сендерге кереметтей модқа обзор жасайтын боламын. Бұл мод, яғни жителдердің NPC-і, яғни қорғаушы жителдер деп айтсам да болады. Бұл любой ауылда жүреді, әрбір ауылда, осындай охранник жителдер ауылды қорғап жүретін болады. Бұның неше түрлісі бар: садақшы, балташы, қылышшы жител дегендей, арбалет, атты әскер дегендей, сондай 5-6 түрлі жителдің түрі бар. Және бұл модта айта кететін жайт, осындай ұзын найза қылышы, осындай бұл модта қосылып қойған. Ал ендеше видеоны бастамастан бұрын лайктарын басып, подписаться етіп, жанынан шыққан қоңыраушан қосып кетіңдер. Ал мен бастайын, давайте. Қазір мен көрсетейін. Атты әскер бұл бізде, міне қолында осындай қылышы. Айтпақшы, мынандай қылыштың железа түрі және ағаш түрі болады. Сосын бізде садақшы жител, бізде арбалеті бар жител, сосын балташы жител, яғни қолына еще щит ұстап алады. Бұны ұрсаң щитін ұстап қалады дегендей, выживание кезде. Егер выживание кезде бұларға тиісетін болсаң, бұлар саған тиіседі. 3 секундта шаруаң тындырып тастайды, Ал бұл деген қылышы бар жител, бұл мощный, енді 1-2 секундта сен шамаң тындырып тастай алады. Ал зомбилар болған, бұларға зомбилар ештеңе емес, айтқан кезде. Жалпы бұлардың өмірі азайған кезде немесе емдеп алуларын білмедім. Бұларды приручить етіп алуды, онысын білмедім. Жалпы ауылды қорғап жүретін осындай әскер жителдер. Модта айта кететін ондай қатты көп зат жоқ. Жай ғана осы әскер жителдер ауылды қорғайтын, үйіңе қойып қойсаң сені қорғайтын дегендей, иттің орнына ит болатын деп қуып кетсең де. Осындай. Ең главный осындай керемет хальберті бар, яғни найза қылышы. Ал ендеше мен осымен видеомды аяқтаймын. Давайте видеоға лайктарын басып, подписаться етіп, жанынан шыққан қоңыраушан қосып кетіңдер. Келесі видеоларда жолыққанша аман сау болыңдар.